қаймақы рухта халықты құртқан кезде бір қазақы рухтағы патриоттық өлең дұрыс ау деп ойлаймын. Құдай қойған драмадай күрделі тағдырым бар, мүлде бөлек сүрлеуі. Кісеңіндеулі жүрегіме қарамай мен сүйемін өмір дейтін түрмені. Жоқ әлде бұл ордасыма обалдың, сауға суар сауап болып тоналдым, қоңырдалам қолым маған созғанда қараспанның қан жұлдызы болдым. Жұлдыздың да уағы келер ағатын, қара түннің көз жасы болып таматын, сипатпаған сайтан менен перге болады, жанға бітсе қанатым. Мен туған жер, екі ауылдың арасы, тіршілігім бар мен жоқтың таласы, күрсінуім күрмелгенде ішінде құлшылығым жалғыздықтың бағасы. О дүниенің сахнасының шымылдық ашылғанда аллалап, төрден төмен бір бас түсті домалап, кеудесі жоқ бастың соры түгемес, ал басы жоқ кеуделерге обалап. Жазған пенде жазмышынан озған ба, көр азабы көз аштырар көп жанға, ақиқатты айту қандай қиын еді көрермені, тыңдарманы жоқ залда. Мен найзағай бұтағындағы жасынем, шағырмақ бұлттың шамырқанысын аңдыған, жеті қат көктің көбесін сөккен хасулем, пенделік кесіп өте алмай тұғын алдынан. Жүрегімдегі Аллаға ғана ғашығым, сол жүрегімді алталаш үшін ашып ем, өзегін еш өрт шалмаған асыл ем, қараша үшін хан басынан да қарғыған. Енді міне есесі кеткен ғасылмын, қан түкіріп қан түбінде қалғыған, сызылғанда маңдайдағы жазуым, бақ тайғанын айтқым келмей, басымнан әз басымды жер түбіне жасырғам. Одан басқа жазығы жоқ жанымды, ендігімдер жазалар деп сақсынам. Сүйегімде сырқыраған зар үнді, алмастырып алғанша шаттық ән, адастырып кетпесе ең көк тұман деп күрсінем. Әйтпесе кім ішпеді дейсің менің қанымда, ал менің қаным әлі тәтті қан, қазақтың қаны тәтті қан. Rất là tuyệt vời.